қасиетін, ұстазың бар сенің қасиетін. Білім берген, ой берген, ақыл берген, көз алдымнан кетпейді асыл бейне. Сәлеметсіздер ме? Мен ата-ана Каманова Тұрсынкүл, Жарылқасын Отарбаев орта мектебінің биология пәнінің мұғалімі Мұқышева Шаризат апайға алғысымды білдіргім келеді. Биылғы оқу жылында менің қызым Қойлыбаева Меруерт 11 сыныпты бітіреді. 11 сыныпты бітіргеннен кейінгі тапсыратынына ұбт-ға дайындауды осы биология пәнінің мұғалімі осы Шаризат апай өз қолына алған болатын. Өйткені таңдау пәні биология, химия пәндері болатын. Осы ұбт-ға дайындау барысында Шаризаттың үнемі ізденіс үстінде, үнемі жаңағы оқушылармен қарым-қатынасы сондай жақсы екендігін байқап жүремін. ұбт-ға дайындау барысында тақырыптарды түсінбесе қосымша жұмыс жүргізеді. Өте білімді ұстаз. Биылғы оқу жылындағы елімізде жарияланып жатқан төтенше жағдайға байланысты балаларымыз қашықтықтан оқытылып жатыр. Қашықтықтан оқыту кезінде де 7 сыныпта менің балам Бағдаулет осы Шаризат апайдың жаратылыстану пәнінен тапсырмаларды үнемі белсенді орындап жатады. Өйткені ол Шаризат апайдың еңбегі деп ойлаймын. Шаризат апайдың балалармен қарым-қатынасы өте керемет екендігін көріп жатырмыз әлеуметтік желілер арқылы. Енді мынау Шаризат апайдың еңбегін осы қашықтықтан оқыту барысында көргендіктен бүгін мен бір алғысымды айтқым келді. Мынау Шаризат апайдың жаста болса білімді екендігін, ізденімпаз екендігін осы қашықтықтан оқыту кезінде де, мектепте оқып жүрген кезде де осы үнемі көріп жатамыз. Шаризатқа алдағы уақытта еңбегіне табыс, шығармашылық ізденіс тілейміз. Шаризат апай осындай білімді оқушыларды тәрбиелеп ұшыра беріңіз. Осы шәкірттеріңіз сізді мақтан ететін болсын. Алдағы уақытта жұмысыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Сізге көп рахмет, білім нәрімен сусындатқаныңыз үшін балаларыңызды. Ұстаз деген аяулатқа лайықты, биологияның қыр-сырын оқушыға танытты. Шаризаттай жас ұстазға біз бүгін айтайықшы мың алғыс. Оқушыны ұбт-ға дайындайды ерінбей, біліміне кім екен тең келгендей. Шәкірттерің ұша берсін қиялай, тер төге бер еңбегіңмен аянбай.